Армысыздар, құрметті көрермендер. Жедел ақпарат салуды жөн көрдім. Америка құрама штаттарының қазіргі президенті Джо Байден алдағы президенттік додаға түсуден бас тартты. Бұл туралы шешімін ол 1 сағат бұрын Twitter әлеуметтік желісінде жазған болатын. Қысқаша жазбада ол соңғы 4 жылда Америка халқының президенті болу бақыты бұйырғанын және оны үлкен мәртебе санайтынын жазған. Алдағы уақытта Байденнің Америка халқына арналған үлкен үндеуі болады. Міне аталмыш үндеуде Байден өзінің президенттік додадан не үшін бас тартқаны жайлы нақты халқына түсіндіретін болады. Жалпы бұл шешім күтілген шешім деп айтсақ болады. Осылай болатыны алдын ала белгілі болды десек те қателеспейтін шығармыз, себебі сіз бен біз соңғы айларда Байденнің рейтингінің үздіксіз құлауына куәгер болдық, ал оның басты қарсыласы саналатын Трамптың рейтингі керісінше өсумен келе жатыр. Байден соңғы уақыттарда көптеген сөздік қателіктер жіберді. Ол үлкен іс-шараларда біршама маңызды мәлімдемелерді жасау барысында қателіктер жіберіп сөзінен шатасты. 27 маусымда өткен Трамппен тікелей дебат барысында да оның осал тұстары байқалды. Ал соңғы уақытта Байденнің денсаулығындағы ақаулар тіпті көбейді. Бір апта бұрын Байденнен коронавирус анықталып, ол тіпті қашықтықтан жұмыс істеуге аттанған болатын. Міне аталмыш көптеген сәтсіздіктер мен денсаулығындағы ақаулар оның президенттік додадан шығуы мүмкін деген болжамды туындатқан еді. Аталмыш болжамның шындыққа айналғанына сіз бен біз дәп қазір куәгер болып отырмыз. Ендігі таңда Байденнің орнына кім кандидат болуы мүмкін деген маңызды сұрақ туындайды. Сарапшылардың басым көпшілігі Байденнің орнына Камала Харристің басты кандидат болуы мүмкін дегенді айтуда. Камала Харрис қазіргі уақытта Америка құрама штаттарының вице-президенті қызметін атқарады. Оның рейтингі Байденге қарағанда демократиялық партияның ішінде әлде қайда жоғары. Соңғы зерттеулер бізге соны көрсетіп отыр. Ал Байденнің рейтингі керісінше Америка халқының ішінде де өзінің жақтасы саналатын демократиялық партияның ішінде де құлдыраумен келе жатыр. Байденді соңғы уақытта қаржылай тұрғыдан Байденнің сайлау алды науқанын қаржыландырған демеушілері де оның додадан бас тартуын талап еткен еді. Егер Байден президенттік додадан бас тартпайтын болса, ендеше сайлау алды науқан компаниясын Байденнің қаржыландырудан бас тартатын жайлы біршама спонсорлар айтқан болатын. Ендігі таңда Байден президенттік додаға түсуден бас тартып отыр. Яғни оның орнына Камала Харрис шығатын болса, ендеше демеушілер Харристі қаржылай тұрғыдан қолдауға әзір екенін қазірдің өзінде мәлімдеп отыр. Аталмыш мәлімдемелерге қатысты New York Times, Washington Post сынды әлемге белгілі әйгілі басылымдарда ірі сараптамалық мақалалар да шықты, спонсорлардың да сұхбаттары жарияланып жатыр. Яғни Камала Харрис егер президенттік додаға түсетін болса, ендеше Харрис қаржылық тұрғыдан ешқандай қиындық көрмейді деп айтсақ болады. Бірақ Харристің тағы бір қиындығы ол қаржы емес, ол уақыттың тапшылығы. Себебі Камала Харрис кандидат ретінде ресми тіркелетін болса және өзінің сайлау алды науқанын бастайтын болса, оның уақыты аз ғана қалды, бар жоғы 4 ай қалды деп айтсақ болады. Ал 4 ай Америка саяси науқанында үлкен рөл ойнамайды. Бұл Қазақстандағы, Орталық Азиядағы немесе посткеңестік елдердегі сайлау емес, бір айдың ішінде өткізіп, қай кандидаттың сайлау басталмай тұрып жеңімпаз болатыны анықталатын. Бұл қызу додаға түсетін үлкен науқан, сондықтан 4 ай Камала Харрис үшін жетпеуі мүмкін, себебі оның сайлау алды бағдарламасын әзірлеу мәселесі бар, оның халыққа таныстыру мәселесі бар, оның өзінің сайлау алды науқанын Америка штатында көбірек насихаттау мәселесі бар. Міне осының барлығы Камала Харристің уақыт тапшылығына байланысты сайлауда үлкен нәтиже әкелмей жеңіліске ұшыратуы мүмкін. Камала Харрис 2019 жылда президенттік додаға түскен болатын, алайда ол сәтте оның рейтингі төмен болуына байланысты додадан өз еркімен бас тартып, артынша Байденді қолдайтыны жайлы мәлімдеген еді. Жалпы Харристің позициясы саяси науқандағы ол Байденмен үндес деп айтсақ болады. Оның көзқарасы Трамптың ұстанған позицияларына біршама қарама-қайшы келеді. Сондықтан Камала Харрис егер президенттік додада жеңсе, ендеше оның ұстанатын көзқарасы сыртқы саясаттағы оның Байденнің қазіргі көзқарасымен үндес болуы әбден мүмкін. Алайда нақты солай болады деп айтуда қиын, себебі Харристің сайлау алды бағдарламасы жоқ. Оның үстіне Камала Харрис алдағы уақыттағы президенттік додада нақты кандидат болады деп те айта алмаймыз. Себебі кандидат тамыз айында анықталады. Тамыз айының ортасында демократиялық партияның үлкен съезі өтеді. Аталмыш съезге мыңдаған делегат қатысады. Міне аталмыш делегаттар кімді кандидат ретінде көргісі келеді, сол азаматқа дауыс беріп, басым дауысқа ие болған азамат демократиялық партияның атынан кандидат ретінде тіркеліп, саяси додада өзінің бағын сынайтын болады. Сондықтан нақты кандидаттың кім болатынына да дөп басып айту қиын, алайда болжам ретінде оны Харрис деп қазірдің өзінде айтсақ болатын сияқты. Алдағы уақытта Дональд Трамп пен Байденнің арасында тікелей президенттік науқанға байланысты дебат болуға тиіс еді. Екінші дебат
Екінші дебат 10 қыркүйекке белгіленген болатын, алайда Байденнің сайлауалды науқанынан шығуына байланысты ол дебаттың болу-болмауы да қазір үлкен сұрақ болып отыр. Егер болатын болса, ол дебаттың уақыты алмасуы мүмкін, себебі кандидаттың таңдалуына байланысты, немесе 10 қыркүйек күні дебат болатын болса, ол дебатқа демократиялық партияның атынан ресми кандидат болып тіркелетін тұлға азамат шығып, Дональд Трамппен дебатқа түсіп ойын көрсетеді. Саяси ойында, саяси пікірсайыста өзінің көзқарасын Америка халқына барынша жеткізуге және әлем халқына да үндеу тастауға мүмкіндік алады. Қысқаша айтқанда осы. Сау саламатта болыңыздар.